топ комментарийлер. Сіз де топ комментарий жазсаңыз, мен шығаратын боламын. Міндетті түрде жақсы комментарий жазып кетіңіздер. Сәлем, менің атым Алиса, және мен 12 жастамын. Кішкентай кезімде үй жануарын қатты қалағанмын және де жақсы көремін. Өте қатты. Тіпті біз енді не істемекпіз? Және де бізде отбасымызда 5 адам бар: анам, әкем, үлкен ағам және де кіші әпкем болды. Бізде артық орын жоқ болатын, сондықтан ата-анамды да түсінуге болады. Тіпті мысық асыратқызбайтын. Енді не істерімізді білмедік. Сосын өткен қыста әкемнің жалақысы көтеріле бастады. Біз қатты қуандық. Мүмкін ит асырармыз, немесе мысық дедік. Әрине жоқ деді. Себебі әкемнен үміт жоқ. Ал ағамнан сұрадық. Ағамнан сұрағанда, маған әкем үй жануарын әпермейді десе, онда мен не шаруам бар? Өзің далада жүрген біреуді күшікті алып келе сал, немесе мысықты деді. Біз келесі күні міндетті түрде іздестіруге бардық. Және де мысық табылып қалар десек, тек қана көгершін табылды. Келесі бірнеше сағаттан кейін біз бір ағаштың жанынан бір нәрсені байқап қалдық. Ол не деп ойласақ, ол кішкентай мысық екен, бірақ ол үлкен марғау болды. Ол көзін ашпады, және ол кезде ақпан болатын. Біз не істерімізді білмедік, және де күн өте суық, -20 градусқа дейін түсіп кеткен. Ол қатып қалды, және де біз үйге қарай қаштық. Мен өзімнің курткаммен оны жаптым, орадым, және анам айтты, оны аяп емдейік деді. Және 3 сағаттан кейін ол көзін аша бастады. Біз оны жылыттық. Оның атын анам Симба деп қойды. Менің сүйікті мультигімнің кейіпкері де Симба болатын. Біз оны қатты жақсы көрдік, және де ол өз салмағын үлкейте бастады. Үлкен мысық болды. Біз таң қалдық. Ол күннен күнге өсе бастады, және де 15 килограммнан жоғарылай бастады. Біз солайша күнімізді көре бердік. Бірақ ол арыстан секілді болып келе жатты. Мен түсінбедім. Сосын бәлкім тағы да қатып, біз алмағанда қатып қалар меді. Біз оны етпен тамақтандырдық. Әкемнің одан әрі жалақысы көтерілді, және де ол Симбаға назар аудармайтын. Және де ол қаншалықты тамақ жейтінін де білмейтін. Біздің отбасымыздағы керемет жан ол Симба. Сіз қалай ойлайсыздар? Оны үйде қалдырып асырай берейік пе, әлде зообаққа хабарласқанымыз жөн бе? Міндетті түрде пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Және де лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеоны міндетті түрде күтіңіз. Ал ендеше сау болыңыздар. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз, достар.